Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында «Қуыршақтар шақырады» фестивалі өтті. Толығырақ келесі сюжетте. «Қуыршақтар шақырады» 2019 атты екінші театрішілік фестивалі халықаралық қуыршақтар театр күніне тұспа-тұс келді. Соған байланысты театр әртістері шараны мерекелік қойылымнан бастады. Биылғы бізде ерекшелігіміз, біз қазір осы тек қана біздің кішкентай көрерменге ғана емес, біз үлкендерге де арнап спектакльдер қойып жатырмыз. Оны әрине біздің көрермендер көріп жүр. Олар Ромео и Джульетта, Шекспирдің Ана жер ана, Шыңғыс Айтматовтың және де мынау Ана жүрегі, және Медея деген спектакльдеріміз бар. Фестиваль мақсаты театр репертуарындағы қойылымдарды саралап, қуыршақ өнерін кеңінен дәріптеу. Шарада халықаралық сарапшылар мен көрермендердің назарына театр репертуарынан қойылымдар ұсынылды. Сонымен қатар әртістер өз жұмыстарын көрсетіп, кәсіби шеберліктерімен тәнті етті. Маған бұл жерде барлығы ұнайды, өйткені бұл жерде өте қызықты ертегілер болады. Мен театрға келген кезде әртүрлі қуыршақтар көремін, олар фойеде тұрады. Біз спектакльға кірген кезде олардың қимылымен, олардың аттарымен, олардың не істейтінмен танысамыз. Мен балық туралы қойылым көрдім. Ол өте қызық болды, оның пайдасы бар. Фестиваль аясында көрсетілген қойылымдар көрермендерге тамаша көңіл күй сыйлады. Қуыршақтар шақырады. Келіңдер, көріңдер достар.